Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Ортақ тақырыбымыз су біздің басты байлығымыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты 2-3 амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтап, олардың мәнін табамыз. Балалар, бір сәтке ой қозғап ойланып көрейік. Неліктен суды басты байлығымыз дейді? Әрине, күнделікті өмірде сумен біз жуынамыз, тамақ пісіреміз. Ыстық күні өзен көлде шомылып салқындаймыз. Су көлігі арқылы жүк тасымалдайды. Өсімдіктер де су арқылы өсіп өнеді. Бір сөзбен айтқанда, сусыз тіршілік жоқ. Сондықтан біз суды басты байлығымыз дейміз. Мына суретке назар аударып тапсырмасын орындайық. Балалар, барлық суреттерге не ортақ? Қарайықшы, бұл жерде судың мұз түрінде, бу күйінде және сұйық су күйінде сендерге көрсетілген екен. Енді осы мысалдардың мәнін табайық. Бұл жерде сендерге не ортақ? Әрине, су ортақ. 16 мен 8-дің бөліндісі 2-ге тең. 12 мен 6-ның бөліндісі 2-ге тең. 18 мен 9-ның бөліндісі 2-ге тең. 14 мен 7-ның бөліндісі 2-ге тең. 15 мен 5-дің бөліндісі 3-ге тең. Балалар, енді осыған шығарған мысалдардың жауаптарын салыстырайық. Қайсысын артық деп айтуға болады? Әрине, 3 артық. Жақсы балалар. Келесі назарымызды тақтаға аударайық. Мына жаднамада сендерге әртүрлі амалдармен берілген өрнектер тұр. Бұнда жақша бар ма, жоқ па? Амалдарда көбейту, бөлу, қосу, азайту болған жағдайда қалай орындаймыз? Осыны мұқият тыңдап, назар аударайық. Егер өрнекте көбейту, бөлу және қосу, азайту болған жағдайда алдымен көбейту немесе бөлу орындалады. Содан кейін қосу мен азайту орындалады. Мысалы, 37 қосу 12 бөлу 6 өрнегінде бірінші бөлу амалы орындалады. 12 мен 6-ның бөліндісі 2-ге тең. Екінші қосу амалы орындалады. 37 мен 2-ның қосындысы 39-ға тең. Яғни бұл өрнектің мәні 39-ға тең болады. Келесі өрнекті шығарып көрейік. 5 көбейту 2 қосу 4 бөлу 2. Алдымен бірінші көбейту амалы орындалады. 5 пен 2-ның көбейтіндісі 10-ға тең. Екінші 4 пен 2-ның бөліндісі 2-ге тең. Үшінші 10 мен 2-ның қосындысы 12-ге тең. Бұл өрнектің мәні 12-ге тең болады балалар. Келесі жаднамада тек қосу және азайту болған жағдайда қалай орындаймыз? Онда амалдар сол жақтан оңға қарай ретімен орындалады екен. 27 қосу 6, азайту 3 өрнегін орындап көрейік. Бірінші 27-ге 6-ны қосамыз, 33-ге тең. Екінші 33 пен 3-тің айырмасы 30-ға тең. Бұл өрнектің мәні 30-ға тең болады.
Келесі өрнекті қарайық. 54 пен 14-тің айырмасына 7-ні қосамыз. Бірінші азайту амалы орындалады. 54 пен 14-тің айырмасы 40-қа тең болады. Екінші қосу амалы орындалады. 40 пен 7-нің қосындысы 47-ге тең болады. Бұл өрнектің мәні 47-ге тең болады екен. Келесі балалар өрнектерде тек көбейту және бөлу амалдары бар. Бұндай жағдайда амалдар сол жақтан оң жаққа қарай ретімен орындалады. 12-ні 6-ға бөлеміз. 2 болады. Екінші амалда 2-ні 3-ке көбейтеміз. 6 болады. Бұл өрнектің мәні 6-ға тең екен. Келесі өрнекке назар аударайық. 3 көбейту 4 бөлу 2. Алдымен көбейту амалы орындалады. Яғни 3-ке 4-ті көбейтеміз. 3 пен 4-тің көбейтіндісі 12-ге тең. Екінші бөлу амалы орындалады. 12 мен 2-нің бөліндісі 6-ға тең. Бұл өрнектің мәні 6 болады. Келесі өрнекке назар аударыңдар. Бұл өрнекте балалар жақша бар екен. Егер жақша болған жағдайда алдымен жақша ішіндегі амалдар орындалады, содан кейін көбейту немесе бөлу орындалады, содан кейін барып қосу немесе азайту орындалады екен. Жақша ішінде 5 қосу 10, бөлу 3 қосу 5 өрнегін шығарайық. Бірінші жақша ішіндегі амал орындалады. 5 пен 10-ның қосындысы 15-ге тең. Екінші бөлу амалы орындалады. 15 пен 3-тің бөліндісі 5-ге тең. Үшінші қосу амалы орындалады. 5 пен 5-тің қосындысы 10-ға тең. Бұл өрнектің мәні 10-ға тең болады екен. Келесі өрнекті көрейік. 50 қосу жақша ішінде 90 азайту 98 азайту 90 көбейту 2. Яғни балалар, алдымен біз нені орындаймыз? Дұрыс, алдымен жақшаның ішіндегі өрнекті орындаймыз. 98 бен 90-ның айырмасы 8-ге тең. Екінші 8 бен 2-нің көбейтіндісін шығарамыз. 16-ға тең. Үшінші қосу амалын орындаймыз. 50 мен 16-ның қосындысы 66-ға тең. Бұл өрнектің мәні 66-ға тең болады екен. Жақсы балалар, өрнектердің шығару ретін түсініп, шығара білеміз деп ойлаймын. Сендерге үйге мына тапсырмаларды беретін боламын. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретін үйде шығарып, машықтанып көріңдер. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет.